курс сатып көп ақша тауып отырсыздар, реально, өте көп ақша тауып отыр. Бірақ білесіңдер ма? Ақша көп жерде, жауапкершілік те, соответственно, көп болады. Қазір біз сендермен бүгін именно трейдинг жайлы емес, курс туралы сөйлесетін боламыз. Курс сату, потому что өздерің білесіңдер, қазіргі таңда өте көп эксперттер бар, өздерінің обученияларын сататын. Не только трейдинг, Каспи да бар, P2P, таргет, кез келген салада, в общем, өзінің эксперттері бар. Енді, давайте біраз сендерге шындықты айтайын. Курс сату жайлы, бұл жерде қанша ақша бар және қандай минустары мен плюстары бар. Біріншіден, әрине ол адамдардың сегменті. Бізде қазақтар қалай? Курстың бағасы қымбат болса, яғни оның качествосы жақсы деп ойлайды. Адамдар эксперттің историясына қарамайды, бірден оның өміріне қарайды, там Lamborghini'мен жүр, болды, оған сене беруге болады дейтіндей. И ешқандай практикалық жұмыстарына қарамайды, сигналдарына қарамайды. К чему я клоню? Допустим, біздің обучениенің бағасы 350 мың теңге, оның орташа ұзақтығы 2 ай. Мен всегда айтамын 2 апта деп, на самом деле 2 айға созылады ол. Бірінші ай сен үйренесің отыды, екінші ай сенде практика. И осы жерде адамдар 2 ай дегенді естісе, олар уже курсты алғысы келмейді, потому что олар 2 ай өмірінің уақытын кетіргісі келмейді. А басқа біреу, мен саған 1 миллион теңгеге бір аптаның ішінде трейдингті үйретіп 500 мың теңге табысқа шығарамын десе, болды. Вот забирай мои деньги, кредит, рассрочка, там балама кредит алдым, күйеуіме кредит алдырдым, главное мені үйрет деді. Адамдардың ойлау қабілеті негізінен келетін болсақ өте нашар. Енді достар, қараңдар, қазіргі таңда бізде обучение бар, мен де курс сататын эксперттердің қатарына кіремін, мен де по-своему инфо-цыганмын да, где-то. И мен қазір Криптон дейтін телеграм-канал аштым. Ол жерде біздің обучениеға ребрендинг жүріп жатыр. От и до қандай кураторларды біз жұмысқа аламыз, олармен созвондар қалай өтеді, собеседование, соны көрсетемін. Менің ішкі состоянием, потому что мен обучение өткізетін болғаннан кейін маған энергияны тасымалдау керек. Күн сайын адамдарды мотивировать етіп отыру керек, естеріне салып отыру керек. Сигналдардың качествосын көтеру, кураторлардың качествосын көтеру. Кейбір адамдар болады, курс алғаннан кейін там 2-3 күннен кейін тастап кететіндер бар. Олар тастамас үшін жасалынатын әрекеттер, там қосымша адамдар болады, звондап, оларға мотивация беретін психологтар. И самое главное, видеоуроктарды полностью нөлден бастап перезаписывать етеміз. В общем, нөлден бастап полностью біздің обучениенің ребрендингі болады. Оның түгелін біз сендерге ашық түрде Криптон дейтін телеграм-каналда көрсететін боламыз. Оның сілтемесі осы видеоның астында. Не мақсатта? Осыдан бастап мен өз обучениемді тек осознанный адамдарға сатамын. Сендер нөлден бастап қарайсыңдар. Ұнаса аласыңдар, ұнамаса алмайсыңдар. Зато ішкі кухнясын түгелін көретін боласыңдар. Айтып отырмын ғой, қазіргі таңда эксперттер өте көп. Келеді продюсермен, мен трейдермін дейді, әдемі киім, әдемі машина, жүреді ары-бері ақшасын шашады, еді бір айдан кейін. Екінші айда уже прогресс жасайды, үшінші айда уже обучениясын 1 миллион теңгеден средний чекмен сатады. Негізіне келетін болсақ, достар, трейдинг саласын бір аптаның ішінде үйреніп алу мүмкін емес. Это невозможно. Неге? Қара, біріншіден брокермен жұмыс жасау, регистрация, верификация, счет толтыру, оның риск менеджменті, кредиттің плечосын барлығын түсіну үшін саған где-то 2 күн уақыт кетеді. Енді риск және money management, ақшамен дұрыс жұмыс жасау және рискті контролировать ету, оған шамамен 3 күн уақыт кетеді. Уже 5 күн бай кетті. Біз еще анализға келген жоқпыз. Фундаментальный анализ, шамамен 1 апта уақыт. 2-3 күн үйренесің, 3-4 күн сен практика жүзінде өзің қайталап барлығын жасау көресің, куратормен жұмыс. 5 күн қосып 1 апта, уже 12 күн. Қосымша, тех анализ орташа 2 апта уақыт алады. Импульс коррекция және таймфреймі оның толығымен түсініп алу үшін саған где-то 3-4 күн уақыт кетеді. Трейдингтің базасы өте ауыр. Үшіншіден, смарт мани стратегиясын меңгеру үшін тағы да плюс-минус 2 апта кетеді. Енді сенде мозаика былай жиналды, и осы мозаиканы полностью қолданып, практика жүзінде қолдану үшін түгелін саған сопровождение керек. Кураторлардың постоянный көмегі, басқа трейдерлердің лайф торговлясы, қалай олар анализ жасайды, соның бәрін көріп отыру керексің. Ол қосымша 1 ай. Сөйтіп 2 айдан кейін, бірақ сен наконец-то сделка кіріп ақша таба аласың. 3-ші айда, если сен полностью бәрін жасасаң, 3-ші айда бірақ прop компаниядан алғашқы $5,000 счетыңды алып, уже табысқа шыға аласың. То есть конкретно ай сайын 500 мың теңге, 700 мың теңге табысқа шығып кету үшін орташа 3 ай уақыт керек. Вот, теперь считаем. Хейт туралы сөйлесетін болсақ, негізінде кез келген обучениенің хейтерлері міндетті түрде болады. Допустим, біздің обучениені 10 адам сатып алды ғой. 10 адамның 3-4-еуі міндетті түрде жақсы результатқа жетеді. Обязательно курстың ақшасын ақтап, как положено. Қалған 3-4-еуі где-то ортасынан тұрып қалады. Не туда, не сюда. Ну, по разным ситуациям. Но 2 адам болады міндетті түрде, которые сені жамандайды, курсы жамандайды, алғанны өкінеді. Негізінен келетін болсақ, бұл жерде продуктке байланысты емес, по большей части адамның өзіне байланысты. Мысалы үшін кейбір адамдардың қабылдауы тез қабылдап, тез меңгере алады. Кейбір адамдарға біраз уақыт керек, олар қайта повторды қарап мыжғылау керек. Мен лично өзім сондай адам, мен бірден түсініп кете алмаймын ештеңені. И вот
Осы кезде сопровождениенің маңыздылығы қаншама рөл ойнайды өздерің ойлаңдаршы. Как раз таки ұзақ түсінетін адамдарға ұзақ сопровождение керек. Біз соны береміз. Но неге ол жаңағы екі хитр ол сопровождение қабылдамайды? Потому что басқалары уже ақша тауып жатқан кезде олардың ішінде бір конкуренция ғой, былай айтқан кезде обидно болады. И осы кезде психологтың көмегі өте маңызды. Напоминаю, Криптон телеграм каналында біздің обучениенің ішкі кухнясын от и до көрсетемін. Хейтерларды көрсетіп, минустарды көрсетіп, және онымен біз қалай жұмыс жасап, улучшение жасаймыз, соның барлығын сіздерге көрсететін боламыз. Сілтемесі осы видеоның астында тіркеліңдер.